Әр көршінің есігі жабық болғанымен, сол есіктің ар жағында қандай құпия жатқанын ешкім білмейді. Бүгін мен сіздерге көршілер арасындағы жасырын, айтылмаған сыр жайлы әңгіме айтамын. Бекзат пен Жанар қала сыртындағы жаңа көп қабатты үйге көшіп келгендеріне көп бола қойған жоқ. Жас отбасы. Үйлі баранды болып, өз шаңырақтарына кіргеніне қуанып жүр. Көршілерін әлі жақсы тани қоймағанымен, бір-бірімен амандасып, жылы қарым-қатынаста болатын. Дәліздің арғы бетінде Нұрлан мен Айнұр тұратын. Жасы 40-тарға таяп қалған Нұрлан ірі компанияда жұмыс істейтін, сырт көзге салмақты, беделді азамат. Әйелі Айнұр үй шаруасымен 2 баламен айналысатын. Көршілер бір-бірінің есігін қағып, қант не тұз сұраса да, жайдары күліп шығатын. Алғашқы таныстық осылай басталғанымен, уақыт өте қызық жағдайлар бола бастады. Күздің бір кешінде Бекзат жұмыстан кешігіп келді. Жанар ас үйде ас қамдап жүрген. Дәлізде есіктің алдында бір нәрсе құлап жатқандай дыбыс шықты. Бекзат шықса, көршісі Айнұр пакетін түсіріп алыпты. «Сәлеметсіз бе, көмектесейін» деді ол иіліп. Айнұр ыңғайсыздана күліп. «Рахмет, қолымнан шығып кетті» деді. Сол сәтте Бекзат оның көздеріне бір сәттік қарады. Әдемі, мейірімді көзқарас. Ол сәл қысылып қалды, бірақ көңілінде әлдеқандай жылылық пайда болды. Содан бастап дәлізде кездескен сайын жылы амандасып қана қоймай, 1-2 ауыз тіл қатысатын болды. Уақыт өте көршілер бір-біріне үйрене бастады. Бірде Жанар ауылға балалармен кетіп қалды. Үйде Бекзат жалғыз қалды. Сол кезде дәлізде Айнұрға жолығып қалды. «Сіз де жалғызсыз ба?» деді Айнұр жымиып. «Нұрлан іссапарда. Балалар ауылда әжесінің жанында». «Иә, менің де әйелім кетті» деді Бекзат. Сол күні олар дүкенге бірге түсіп, азық-түлік алып қайтты. Кейін Айнұр шайға шақырды. Әуелде Бекзат дұрыс емес қой деп тартынғанымен ақыры кірді. Әңгіме бірден өрбіді. Айнұр өзінің күйеуі туралы көп айтты. Жұмыстағы күйзелістер, үйде жалғыздық, Нұрланның салқын мінезі. Бекзат тыңдап отырып, өзінде сондай жағдайда сезінді. Жанар да көбіне балалар мен тірлікке беріліп, еріне көңіл бөле бермейтін. Осылайша екеуі ортақ күйді бөлісті. Бір күні кешкісін Бекзат балконға шықты. Қараса, қарсы балконда Айнұр тұр. Екеуі үнсіз көздермен ғана сөйлесті. Сол сәттен бастап олардың арасында үнсіз құпия байланыс пайда болды. Бірде Айнұр телефон шалды. Бекзат, кітап керек еді. Сізде бар шығар. Бұл жай ғана сылтау екенін екеуі де білді. Бірақ сөздің астарында жасырын аңсар жатты. Кітап әкелген кезде олардың арасы тым жақындап кеткенін Бекзат анық сезді. Әңгімелері ұзаққа созылды, көзқарастары тоқайласты. Бірақ сол сәтте Бекзат өзін тоқтатты. Бұл жол қауіпті. Егер ашылса, бәрі қирайды деді іштей. Бекзат үйіне кіргенде өзін кінәлі сезінді. Жанарға еш жамандық ойламаса да, жүрегі басқа біреу үшін дүрсілдеп тұрды. Жанар ауылдан келген соң бәрі қалыпқа түскендей болды. Бірақ әр жолы дәлізде Айнұрға жолыққанда жүрегі тағы да селт ететін. Айнұр да оны сезетін. Бірақ екеуі ешқашан ашық айтпады. Тек көзқарастары ғана олардың құпия сырын әшкерелеп тұратын. Бірде Нұрлан қала сыртындағы сапарға тағы кетті. Жанар балаларымен қонаққа кеткен еді. Кешкісін есік қоңырауы соғылды. Ашса Айнұр. Бекзат, жарық сөніп қалды. «Қарап бере аласыз ба?» деді ол. Бекзат қолына құрал алып, көрші пәтерге кірді. Шамды жөндеп болған соң, екеуі тағы да әңгімеге кірісті. Уақыт байқалмай өтті. Сол кезде дәліз жақта аяқтың дыбысы естілді. Нұрлан күтпеген жерден ерте келіп қалған екен. Екеуі бір-біріне абдырай қарасты. Бекзат тез шығып үлгерді. Осы сәт оларды қатты ойландырды. Бұл құпия бір күні әшкереленсе ше? Қайда барамыз деген ой мазалады. Келесі күні дәлізде кездескенде, екеуі әдеттегідей жымиған жоқ. Тек қысқа амандасты. Сол кезде Бекзат ішінен түбегейлі шешім қабылдады. Мен бұл жолды жалғастыра алмаймын. Құпия сезім бар шығар, бірақ ол бәріміздің өмірімізді бүлдіреді. Жанарды да, балаларымды да, тіпті Айнұрдың өзінде ауыр жағдайға қалдырғым келмей. Айнұр да солай ойлады. Олар бір-бірінен алыстай бастады. Сырт көзге бәрі қалыпты, көрші ретінде амандасады, бірақ бұрынғыдай ұзақ әңгіме жоқ.
Бірақ жүректің түкпірінде айтылмаған сыр, құпия сезімнің ізі мәңгі қалып қойды.